шаттық шеңберіне бастайық. Ортаға келіңіз. Шеңбер болып тұрамыз шаттық шеңберінде. Енді шаттық шеңберінде барлығымыз бір-бірімізбен сәлемдесеміз. Ең басында сәлем дос дейік. Қалың қалай? Қайда болдың? Сағындым. Сен келдің. Жарайсың. Жарайды болды. Мынау суреттерді киіз үйдің айналасындағы суреттерді аламыз. Бес адам болу керек, бес оқушы. Қызыл түстер бірінші қатарға келіңіздер. Бірінші қатарға. Екінші қаралар. Үшінші топқа ақтар. Көктер төртінші топқа. Бүгінгі сабағымызды бастамастан бұрын ең алдымен бірінші теорияға назар аудару керек. Біз күн сайын қандай да бір қиындықтарға тап боламыз. Үлкен не кішкентай не әйтеуір қиындық. Қанша қиналсақ та оны жеңеміз. Бірақ адам жалғыз өзі еңсере алмайтын қиындықтар да бар. Дәл осы кезде достарыңыз көмекке келеді. Бұл адам әрдайым қол ұшын беруге дайын және қиын жағдайда жәрдемдеседі. Құрметті оқушылар, осы видеода көрген бейнеролигімізді толығымен талқылайық. Не болды, не түсіндіңдер? Ақылдасып болсақ, енді бүгінгі сабақтың тәрбие сағатымыздың тақырыбы қандай болды оқушылар? Мен сендерден сол жайында білгім келеді. Абайдан сан кеткенде дос болып келсең досыңды сыйла. Сен досты ақшаға сата алмайсың. Ол дос кейбір достар бар ақша үшін үйін көреді. Сенімен жай жүреді. Ал нағыз дос ол қиындықта табылады. Үшінші топтан бар ма? Бірінші топ. Меніңше дос ол ең адал адам болу. Қандай дос сен қандай қиындық түссе де ол сенің әрқашан ағасында болады. Дос күлдік, дос жылатып айтады, дұшпан Бірінші топтан. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен және менің достарым. Енді сендерге осы бейнероликтегі не түсінгендерің жайлы сұрақ қойғым келеді. Бейнероликте маңызды нелер айтқан? Сізге қажетті. Кім айтады? Жақсы. Отыра қойды. Енді, құрметті оқушылар, мен сендерге келесі бір сұрақтар қойғым келеді. Ол сұрақтар жағдайға байланысты сұрақтар. Ойласып, ақылдасып, көппен жауап берейік. Бірінші сұрақ. Саған досың көп келді дейді. Неге екенін білмейсің. 2 күн болды, сені көрсе қашқақтайды. Сен не істейсің? Сенің іс-әрекетің. Ойланыңыз. Не істейміз?
келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Сенің досыңды үлкен балалар қорқытып жатыр дейді. Сенің әлің жетпейді. Не істейсің? Сен айтамыш? Егер менің досым қиын жағдайға түссе, егер оны бір үлкен балалар ұратын болса, мен күшім жетсе де жетпесе де таяқ жесем де өз досым үшін тұрамын. Сенің досың өзінен кіші баланың телефонын тартып алды. Және оны мұғалімдер біліп қойып, сабақ сынып жиналысында талқылап отыр дейді. Досың сенен көмек күтіп отыр. Сен не істейсің? Сүйтіп айтамын, ол кіші баланың телефонын тартып алсын, олай кіші балаларға істеуге болмайды деп, мұғалімнен өз артынан кешірім сұрайды досым үшін. Жақсы олар. Сендердің алдарында мен қазір мынандай стикерлер тараттым. Осы стикерлерге қазір ручкамен әрқайсысың өздерінің достарының атын жазасыңдар. Бірінші топтан бастап, мынау алма ағашына алып келіп жақсырайық, ағашқа алып. Бірінші топ. Жақсырайық. Жақсырды, біздің жақсырған достық ағашымыз біздің қандай керемет болып кетті жапырақтар, иә? Осылай сендердің достарың көп бола берсін. Енді қазір бірінші топқа бөлінген кезде алған түрлі түсті қағаздарымыздың екінші бетін ашсаңдар, сендерде сурет бар. Ол суретті сендер қарастыру керексіңдер. Енді бірінші топтан бастап ақпараттармен қосып, бұнда суреттерді әкелеміз. Бірінші топ. Қандай да бір кішкентай бөлшектен біз үлкен сурет құрастырып шығардық. Бұл сурет біздің сыныптың жалпы барлығының түскен суреті. Енді бұдан шығатын қорытынды әрбір адамнан барлығымыз бұл топта барлығымыз маңыздымыз. Яғни достықтарың берік болсын, әрқайсыларының осы таудың жапырағындай керемет көп достарың болсын. Сау болыңдар.